Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нурик. Бүгінгі видеода мен сіздерге 2015 жылы шыққан Песок фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Помогите мне! Эта штука затягивает меня! Достар, біздің арнамыздың көрермендерінің 88% бізді тіркелмей қарайды екен. Өтініш, тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп кетіңіз. Оқиға Лас-Вегас қаласына жақын жерде орналасқан жағажайда басталды. Бір топ жігіт пен қыздар мұнда түні бойы түрлі ішімдіктер ішіп көңіл көтеруде. Жиын қызықты болып өту үшін жігіттердің бірі барлығының телефондарын жинап алып, қапшыққа салып, көліктің багажнигіне кілттеп қояды. Бір кезде түн ортасында екі жігіт құбыжықтың жұмыртқасына ұқсас жиіркенішті бір нәрсені тауып әкеледі. Олар мұны жағажайдың жанынан тауып алыпты. Жастар түнімен билеп көңіл көтереді. Олар қандай бәлеге тап болғандарын тек келесі күні ғана білетін болады. Таң атты. Ең бірінші болып фильмнің басты кейіпкері Кайли есімді қыз оянады. Содан соң Мич. Екеуі орындарынан тұрып сыртқа шықса, достарының бір бөлігі көлікте ұйықтап жатыр екен, ал қалған бөлігі көрінбейді. Кайли жігіті Джонның жанынан ең жақын құрбысы Чанданы көреді. Қыз ашуланып байқайлап, оларды оятып жіберді. Көліктің артындағы Венс пен Ронни да оянып кетті. Бір кезде Кайли жерге қонған шағаланы көреді. Құм шағаланы бірден жұтып қойды. Кішкенеден соң достары Марша есімді қызды оятады. Кайли бір жамандықты сезіп Маршаға құмды баспа деп айқайлайды. Бірақ та бәрі кеш. Маршаның құмды басқаны сол еді. Аяғы жабысып жүре алмай қалды. Ол қорқып достарына көмектесіңдер деп айқайлай бастады. Көліктің артында отқан Венс есімді супермен жігіт Кайлидің тоқта деген сөзіне қарамастан көліктен секіріп Маршаға қарай жүгіреді. Бірақ та оның аяғы да құмға жабысып қалады. Венс қарсыласамын деп жерге құлап кетті. Басын көтергенде құм оның бетін жеп қояды. Және де аздан соң құм оны толықтай жұтып алды. Арғы жақта Марша да құмға батып барады. Жігіттер мен қыздар өз көздеріне сенбей аң-таң болып қарап тұр. Бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес. Бұны олар енді түсінді. Жігіттердің бірі полиция шақырайық деді, бірақ та ақылды Мич түнде телефондарды жинап көліктің багажнигіне салып қойған еді. Енді оларға құмды баспай абайлап бұл жерден қашып шығу керек. Әйтпесе олар мұнда мәңгіге қамалады. Джон көлікті қыздырып көрді, бірақ та оталмады. Түні бойы көліктің фарлары жанып тұрғандықтан аккумуляторы отырып қалыпты. Кайли құмға қолын жақындатып көрді. Оның қолына жіп құсаған бір заттар жабысып алайын деп тұр. Біраздан соң Гилберт есімді жігіт бочканың ішінде оянады. Оны ұйықтап қалғасын түнде достары әзіл ретінде бочкаға салып қойыпты. Гилберт өте ашулы. Ол бочкадан шыға алмай тұр. Достары оған қозғалма, құмға тисең өлесің деп айқайлайды. Гилберт ештеңе түсінбеді. Сонда да бочканың ішінде тыныш қалуды шешті. Уақыт өтуде. Кайли мен Мич құтқарушылардың үйінде, ал Джон, Чанда және Ронни көлікте ұйықтап жатыр. Гилберт болса бочкада. Жағажайда тірі қалғандардың саны тек 6 екен. Қалғандарының бәрін белгісіз тіршілік иесі жеп қойыпты. Бір кезде олар түнде тауып алған жиіркенішті заттың қағайырылып жатқанын көреді. Олар мұның жұмыртқа екенін енді түсінді. Оларға құмның астынан шабуылдап жүрген нәрсе әлгі жұмыртқадан шыққан бір тіршілік иесі болып шықты. Бір кезде Кайли қолында қалған жалғыз 3 сосискасын кезекпен кезек құмға лақтырады. Қыз осылай жасау арқылы құбыжықтың көлемін біліп алғысы келді. Құм 2 сосисканы жеп қойды, ал үшіншісіне тиіспеді. Оданша маған берулерің керек еді. Джон отыра жалығып кетті. Ол көліктен 2 серф таяқшасын шығарып, екеуін кезек-кезек қолданып жүруді шешеді. Бір кезде жігіт ағаш скамейкаға жете бергенде тақтайшалардың бірі құмда тайып кетеді. Сөйтсе әлгі құбыжық тақтайшаны құм арқылы қозғаған екен. Ол екі ортада қалған Джонға шабуылдауды бастап кетті. Джон әрең дегенде аман қалды. Әлгі құбыжық оның ішінен тістеп үлгеріпті. Больно! Джон әлгі жерден сусын тауып алып достарына таратады. Барлығы бөтелкені қағып алды. Тек Мич қағамын деп ағашты сындырып алады. Ағаш болмағанда жерге құлайтын еді. Джонның жарақаты өрши бастады. Ол скамейкада қиналып жатыр. Әлгі құбыжық улы болып шықты. Арада 100 жыл өткеннен соң ғана олардың басына багажниктегі телефондарды шығарып, көмекке адам шақыру керек деген идея келеді. Ронни есімді қыз бір қолмен Мич созып тұрған крюкті ұстап, екінші қолмен көліктің багажын ашады. Бір кезде олар тұрған жерге полиция келеді. Ол енді жете бергенде Ронни байқаусызда багажникке құлап, қолын қыстырып алады. Полиция келді. Сендер не істеп жүрсіңдер? Жағажай жабық қой. Сендерге бұл жерден кету керек. Полиция, бұл жер өте қауіпті. Құмның астында адам жегіш құбыжықтар бар. Сендер не шегіп болғансыңдар? Қайдағы құм, қайдағы құбыжық? Қазір біз сөйлесеміз.
Полиция көліктен түсті, бірақ та бір қызығы құбыжық оған жабыса алмады. Сөйтсе оның етігіне құбыжық ештеңе істей алмайды екен. Полиция бочкада отырған Гилбертке келді. Содан соң Кайли мен Митчке түсіңдер дейді. Екеуі полицейдің сөзіне құлақ аспады. Полиция күш қолдануды шешті. Бір кезде ол байқаусызда кілтін түсіріп алды. Кілтін қайтып алайын деп еңкейгенде оның қолына бір нәрсе жабысып алады. Полиция екінші қолымен перцовый баллончик шығарып құмға сүйіп босатып алады. Оның қолын құбыжық жартылай жеп қойыпты. Полиция бұған сене алмай жылап жерге жатып алады. Құм оны да толықтай жеп қойды. Митч аяқ киімін киіп алып, аяғына орау үшін көліктегі Чаннадан орамал сұрайды. Бірақ та ол орамалды қағамын деп жерге құлап кетті. Құбыжық жігітке бірден жабысып алды. Митч орнынан қозғала алмай қиналып айқайлауда. Осылайша Митч де көз жұмды. Помогите, ребята! Кайли Митч сындырған ағашты құлатып көлікке қарай секіреді. Келе салысымен Джонмен ұйықтаған үшін құрбысын бір ұрды. Екеуі татуласып көліктің багажнигін ашып, қолы қысылып қалған Рониді құтқарып алды. Байғұс Гилбертті бочка қатты қысып тастады. Оның денесінен қан ақты. Құбыжық адамның қанын сезе алады екен. Ол Гилбертке жақындап келеді. Бұл уақытта тірі қалған үш қыз көліктен шығып скамейкадағы Джонға баруды шешті. Кайли мен Чанда сынған ағашты пайдаланып скамейкаға аман-есен жете алды. Тек Рони тепе-теңдікті ұстай алмай байқаусызда жерге құлап кетеді. Құбыжық та қолайлы сәтті қалып жібермейді екен. Ронидің шаруасы бітті. Бір кезде Чанда аяғына орамалды орап алып полицейдің көлігіне қарай жүгіреді. Бір қызығы оған ештеңе болмады. Құбыжық Гилбертті ақырында тауып алды. Ол бочканың астын тесіп, жігітті аяқтарымен орап алып жеп қойды. Көріп тұрғанымыздай кішкентай құбыжық көз алдымызда өсіп келеді. Оның енді ұзын аяқтары бар. Құбыжық көлікті тербейді. Соның кесірінен Чанда капотқа құлап есінен танып қалды. Кайли мен Джонның басқа амалдары қалмады. Екеуінің бар үміті Чандада. Кеш түсті. Чанда есін жиды. Ол полицейдің көлігінен үрлетін қайықты тауып алып достарына лақтырады. Джон көлікке кіріп үлгерді, ал Кайли құбыжықтың шабуылына ұшырап сыртта қалып қойды. Құбыжық өсуін тоқтатпапты. Оның аяқтары бағанағыдан әлде қайта үлкен. Қыз көліктен бензин толы канистра тауып алып құбыжық шыққан жерге төгеді. Содан соң өртеп жіберді. Кайлидің жоспары сәтті орындалды. Құбыжық өртенуде. Осы сәтті пайдаланып қыз көлікке мініп алды. Өкінішке орай Джонның жарақаты асқынып кетті. Ол да көз жұмады. Кайли қоштасу ретінде қолын сүйді, ал Чанда оны құшақтады. Екеуі қанша тырысқандармен полицейдің көлігін қыздыра алмады. Кілт полицеймен бірге құбыжықтың асқазанында жатыр. Қыздардың көмек күтуден басқа ешқандай амалы қалмады. Таңертең оларды бір ер адам терезе қағып оятады. Бір қызығы құбыжық оны жемепті. Екі қыз көліктен түсті және де құбыжықтың жоқ екенін байқайды. Аман қалған екеуі құшақтасып үйлеріне қарай кетті. Ал әлгі құбыжық болса бұл жерден жалығып, адамдар толған басқа жерге жүзіп барады. Осылайша фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, комментке осы киноны 1-ден 10 балл аралығында бағалап кетіңіз. Мен 6 деген балды қоямын. Арнадан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.